Баршаңызға қайырлы күн. Арнамызға қош келдіңіздер. Жұмыртқаны жемейтін адам жоқ шығар, бірақ жұмыртқаны көп жеуге келмейді деп жатады. Бойында холестерин көп болғандықтан қорытылуы қиын, көп жесеңіз түйіліп қаласыз. Зерттеуші ғалымдар керісінше көп жеуге кеңес береді. Тек аллергиясы мен диабеті бар адамдарға жұмыртқаны көп жеуге болмайды деп кеңес береді. Бүгін біз сіздің назарыңызға жұмыртқаны күнде жеп тұрсаңыз, адам ағзасы қандай күйде болады, соны айтып бермекпіз. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы, арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінде бастау алған деген дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа немесе шайқасқа бармас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарына жұмыртқа басу арқылы жазылған екен. Жұмыртқаны қайнатып я қуырып жеу арқылы асқазанда ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толтыруға болады. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен элементтері созылмалы аурудың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәрумендерінен бастап, бас аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калория аз. Жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76% ғана калория бар, ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын. Тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңе жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен бір ас қасық балды араластырып, бетіңізге жағып, 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйде мойныңызға қойып, қайта-қайта демалыңыз. Пісірген бәлішім тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқа қосуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ бәліш алтындай жарқырап тұру үшін оны пешке салмас бұрын жұмыртқаның сарысымен бір майлап шығыңыз. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егер де қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Ал сіздер жұмыртқаны жиі тұтынасыз ба? Төменге жазып кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.